Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. 1. Өнеркәсіп қалдықтарының көбеюі, табиғи ресурстарға сұраныстың артуы және ауыл шаруашылық жерлерінің ұлғаюы табиғатқа қандай өзгерістер әкелуі мүмкін? Бұл жағдайлар қоршаған ортаға теріс әсер етеді. Ауа, су және топырақтың ластануы артады, ормандар мен табиғи экожүйелер азаяды, жануарлар мен өсімдіктердің түрлері жойылу қаупіне ұшырайды, топырақ тозып, құнарлылығы төмендейді, климаттың өзгеруі күшеюі мүмкін, жылыну, құрғақшылық. 2. Мәңгі жасыл тропиктік ормандардың планета үшін маңызы қандай? Олар оттегін көп бөліп шығарып, ауаны тазартады, көмірқышқыл газын сіңіріп, климатты реттейді, көптеген өсімдіктер мен жануарлардың мекені, биоалуантүрлілік өте жоғары, жердің су айналымына әсер етеді, жауын-шашынға ықпал етеді, дәрілік өсімдіктер мен пайдалы ресурстар көзі болып табылады. Өзен және орман маңында қала салсаңдар, қандай факторларды ескерер едіңдер? Табиғатты қорғау, орманды жоймау, жасыл аймақтарды сақтау, су көзін ластамау, тазарту жүйелерін орнату, тасқын қаупін ескеру, өзеннің су деңгейі, экологиялық қауіпсіз құрылыс материалдарын қолдану, қоқыс пен қалдықтарды дұрыс басқару, жануарлар мен өсімдіктердің табиғи ортасын бұзбау. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.